Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздің келесі тақырыбымыз кәмелетке толмағандарға педагогикалық әсер ету әдістері мен формалары. Психологиялық педагогикалық әсер ету шегі. Жалпы осы тақырып аясында қозғалатын тақырыпшалардың мазмұнына келетін болсақ, осы жаңағы бірнеше тәрбие әдістеріне, оның ішінде ынталандыру, әсер етуші деген сияқты әдістердің жіктелуіне, іс-әрекетті ұйымдастыру және әсер ету формаларына және де әдеп этика тақырыптарына тоқтайтын боламыз. Жалпы педагогикалық әсер ету ол тәрбие әдістерінің бірі ретінде қарастырылады, ал тәрбие әдістері ол тәрбие мақсат міндеттерін шешуге бағытталған тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы өзара байланысты іс-әрекет болып саналады. Және осы тәрбие тақырыбында көптеген ғалымдар зерттеулер жүргізген және де өздерінің тұжырымдамаларын ұсынған. Мысалға айтатын болсақ, Макаренко тәрбие әдістерінің психологиялық тұрғыдан баланың жеке басына жанасудың, ықпал етудің құралы ретінде қарастырған. Ал Фластилин әдістерді тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері деп сипаттаған болатын. Ал енді келесі тәрбие әдістерінің жіктелуіне келетін болсақ, біз осы жерде тәрбие әдістерін үшке бөліп жіктеп отырмыз. Яғни жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру, ал үшінші топ мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері. Бұл жердегі әдістерге қарайтын болсақ, бірінші жеке тұлғаның санасын қалыптастыру, ол сендіру, түсіндіру, әңгімелесу, пікірталас, өнеге үлгі көрсету әдістері арқылы жүзеге асырылса, ал іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру, ол жаттығулар арқылы, талап қою әдісі арқылы, ойын, еңбек, қарым-қатынас арқылы жүзеге асады. Ал мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру, ол мадақтау әдісі, жазалау әдісі, бақылау, өзін-өзі бақылау, баға қою әдістері арқылы тиімді жүзеге асады. Келесі жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Бұл жерде бізде сендіру әдісі, әңгімелесу әдісі беріліп отыр. Жалпы сендіру әдісі дегеніміз ол не? Сендіру оқушылардың ақыл, ойы мен сезімін жандандыру, адамгершілік жайлы түсініктер мен ұғымдарын қалыптастыру және жағымсыз қылықтарын жою мақсатында олардың санасына, сезімі мен ерік қайратына жан-жақты әсер етудің тәсілін айтамыз. Яғни ол сендіру әдісі жалпы осы педагогикалық процесте, жалпы ювеналды педагогикада өте тиімді жүзеге асырылады. Ал оның психологиялық негіздеріне келетін болса, сендіру әдісінің тиімділігі оқушының санасына әрі сезіміне, көңіл күйіне ықпал етуді біріктірген жағдайда жоғарылайды. Сенімнің көтеріңкі болуы мораль ережелеріне терең сенім тудырады дейді. Яғни сендіру арқылы. Сендіру әдісі біз қалай қолданамыз? Егерде ювеналды педагогикада бала өзінің қателік жасағанына сендіру, және де сол қателігінен қайтадан түзелу мүмкіндігіне сендіру сияқты бұл әдістің тиімділігі өте маңызды болып саналады. Келесі бізде іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері. Бұл жерде біз жаттығу әдісін, талап қою әдісін және ойын әдісін келтірдік. Жаттығу әдісі, яғни мінез-құлықтың нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әртүрлі іс-әрекеттерді ұйымдастыруы. Бұл әдіс оқушының объект жағдайынан субъект жағдайына өтуіне мүмкіндік береді. Ал талап қою әдісі, ол да белгілі бір мөлшерде балаға, жасөспірімге өзінің дұрыс жолға түсуіне байланысты бірнеше талаптардың қойылуы, яғни түзелу жолында талап қою да маңызды әдістің бірі саналады. Ойын әдісі бала әрекетін дамытудың негізгі құралы болып саналады. Осы жерде бірнеше ойын түрлері өте жиі қолданылады. Ол рөлдік ойын, іскерлік ойындар, дидактикалық ойындар және
тағы басқа ойын түрлері. Ал оның тәрбиелік маңызы баланың сана сезімін ояту, ой өрісін жетілдіру, өзінің сезімдерін ояту, мысалға қайырымдылық сезімін, достық, жолдастық, ортаға бейімдеу деген сияқты іс-әрекет осы ойын іс-әрекеті арқылы тәрбиелеуге негіз болады. Және де келесі слайдта көрсетілген ол мінез құлықты ынталандыру әдістері. Ынталандыру әдістері бізде әдетте осы мадақтау әдісі арқылы, жазалау әдісі арқылы, бақылау әдісі арқылы жүзеге асады. Мадақтау ол оқушылардың тәртібін, мінез құлқын бағалап және көтермелеп отыру, яғни педагогикалық ықпал етудің тиімді жолы болып саналады. Мадақтаудан алған әсері оқушыны теріс келеңсіз істерден оқшаулайды және де өзінің алға қарай ұмтылуына серпін береді. Жазалау әдісі теріс қылықтарды тежеу, оқушының өз іс-әрекетінің салдарынан хабар ету үшін қолданылады. Яғни оның мақсаты тәртіпті қалпына келтіру, физикалық, психологиялық зорлық-зомбылықтың алдын алу болып саналады. Бақылау әдісі оқушылардың іс-әрекетін бақылау, өзін-өзі бақылауды және баға беруді үйретуге негізделген. Осы ынталау әдістерін қолданудағы талаптар ол әдептілік, әділеттілік, уақыттылық, жүйелілік, жеке басқа бейімделу және бала тәрбиесінің субъектісі ретінде қарастырылады. Келесі біздің тақырыбымыз педагогикалық әсер етудің формалары. Бұл педагогикалық процесті ұйымдастырудың формалары, яғни ұйымдастыру ол тұтас педагогикалық процеске қатысушылардың қарым-қатынасы мен әрекеттерінің тәсілі ретінде қарастырылады. Мұнда қатысушылардың құрамы бойынша жіктеледі және оның оқу жоспарында қолданылуы бойынша сыныпта және сыныптан тыс формаларда және сыныптан тыс әрекет формалары ретінде жүзеге асырылады. Және оның принциптеріне келетін болсақ, мақсатқа сәйкестігі, яғни мақсатқа сай болуы, тәрбиелік мақсатқа жетуге бағытталу, жас ерекшелігіне мән беру, және де жаңағы әсер ету формаларының тиімділігін ескеру және ыңғайлылық жағдайын қарастыру. Және де маңызды ескеретін нәрсе ол формалар, әдістер, тәсілдер шынайы педагогикалық процесте өзара тығыз байланыста болады. Яғни, олар бір-біріне тәуелді және күнделікті тәжірибеде өзара тығыз байланысты әсер етуі мүмкін. Және де келесі слайдта көретініміз психологиялық педагогикалық әсер ету шегі. Психологиялық педагогикалық әсер ету шегі дегеніміз не? Яғни педагогтың кәмелетке толмағандарға ықпал етуінің рұқсат етілген шектері, шекарасы, яғни оқушының психологиялық және физикалық тұтастығын сақтауға бағытталған нормалар жүйесі. Негізгі көрсеткіштері ол баланың жасы, психологиялық ерекшеліктері, жеке бас қасиеттерін ескеру, яғни темперамент, мінез құлқын және отбасы жағдайында тәрбие ортасына мән беру. Тыйым салынған әдістер физикалық зорлық-зомбылық, психологиялық қысым, қорлау, кемсіту, ерігін бұзу және міндеттеу ол бізде тыйым салынған әдістер болып саналады. Келесі бізде педагогикалық әдеп пен этикалық нормалар. Жалпы педагогикалық әдептіліктің негізгі принциптері ол педагогикалық әдеп ол педагогтың кәсіби қызметін атқару барысында ұстанатын моральдық нормалар мен ережелердің жүйесі болып саналады. Жалпы осы педагогтың міндеттеріне білім алушыларды жоғары адамгершілік рухына тәрбиелеу, ата-аналарға этномәдени құндылықтарға құрмет көрсетуді үйрету, қоршаған әлемге ұқыпты қарауды тәрбиелеу, патриотизм рухын ояту, отанына деген құрметтеуге үйрету, мектеп ұжымында сенім білдіру мен құрметтеу ахуалын жасау болып саналады.
және де осы әдептілікті бұзудың салдары, ол педагогикалық әдепті бұзу педагогтың беделіне нұқсан келеді және кәсіптік қызметіне де зиянын тигізуі мүмкін. Және келесі қарастыратынымыз ол педагогикалық әсер ету тиімділігін арттыру жолдары. Яғни біз осы ювеналды педагогикада педагогикалық әсер ету тиімділігін қалай арттыра аламыз? Тиімді педагогикалық әсер ету шарттары: жеке басты құрметтеу, яғни әр оқушыны жеке тұлға ретінде тану, оның ерекшеліктерін білу. Әдістерді үйлесімді пайдалану, яғни кешенді қолдану, оларды үйлестіре білу, жүйелі қолдана білу. Құралдарды дұрыс таңдау, мақсатқа, жағдайға, оқушыға сәйкес әдістерді ретімен дұрыс таңдай білу. Және сезімдік байланыс, оқушыға шынайылық, қамқорлық, сүйіспеншілік көрсете білу. Және де сонымен қатар осы педагогикалық әсер ету, ол педагогикалық шеберлікке негізделеді, яғни оқушы психологиясын білуі, сезімдердің рөлін ескеруі, өмірлік тәжірибеге сүйене білу және шығармашылық жұмыс жасай білу осы педагогикалық шеберліктің негізінде жүзеге асады. Және заманауи талаптарға келетін болсақ, жеке тұлғаға бағытталуы, белсенді оқыту, психологиялық қауіпсіздік және инновациялық әдістерді ескеру маңызды. Жалпы Макаренко осы тәрбиедегі шешуші рөл атқаратын нәрсе ол оқшауланған құралдар емес, керісінше олардың үйлесімді құрылған жүйесі деген болатын. Енді соңғы слайдымыз ол қорытынды. Қорытындыда біз педагогикалық әсер ету әдістері мен формалары кәмелетке толмағандарды тәрбиелеудегі маңызды рөл атқаратынын айта кеткіміз келеді. Және әдістерді дұрыс таңдай білу, оны дұрыс қолдана білу, психологиялық, педагогикалық әсер ету шегін сақтау сіздің осы ювеналды педагогикада жастар мен жасөспіріммен жұмыс жасаудағы негізгі құралыңыз болып саналады. Ол сенімді қарым-қатынасқа, жеке тұлғаға көңіл бөлу, заңдылық пен әдеп нормаларын сақтаумен жүзеге асырылады. Және осы қорытындыда тағы бір айта кететін, тәрбие бұл өнер. Ол педагогтың шеберлігін, жүректілігін, білімділігін және шығармашылығын талап етеді. Әрбір бала жеке тұлға, ол жеке көңіл бөлуді, түсінуді, қолдауды қажет етеді. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша қорытындылаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.